Мен Семей қаласы номер 3 жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің 6 В сынып оқушысы Нұрбеков Алдиярмын. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай барлық оқырман қауымға 30 кітапты оқуға ұсынылған еді. Осы 30 кітаптың 5 кітабы балалар әдебиетіне жатады. Кітаптардың тізіміне кірген Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек», Марат Қабанбаевтың «Жиһанкез Тити», Толымбек Абдраимовтың «Ала бұғаулаған күн», Дира Наурызбаеваның «Алтын тостағанды іздеу», Мәди Айымбетовтың «Бар болған 14 жас» кітаптарын оқыдым. Солардың ішінен ең қатты ұнағаны Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек» повесті. Себебі бұл повест спорт, бокс жайлы. Осы шығармада Мұрат атты әлсіз бала жаттығулар жасап, әлем чемпионын жеңіп, өзі чемпион атанды. Бұл повесттен мен өте керемет әсер алдым. Және осы шығармадан мен өз арманыма жету үшін алдыға мақсат қойып, соған жетуге барынша тырысу керек екенін түсіндім. Мен Махатова Аружан, Семей қаласының номер 3 жалпы білім беретін орта мектеп кешенінің 6 В сынып оқушысымын. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша мен «Жекпе-жек», «Ала бұғаулаған күн», «Жиһанкез Тити», «Алтын тостағанды іздеу», «Бар болған 14 жас» деген 5 кітап оқыдым. Ол оқылған 5 кітаптың барлығы маған ұнады. Бірақ ерекше ұнаған ол «Жекпе-жек» оқиғасы. Бұл оқиға туралы айта кететін болсам, ондағы басты кейіпкерлер Мұрат, Николай Трофимович, Люся, Мұраттың ата-анасы және де мектеп директоры көп болды. Мұрат кішкентай кезінде нәзік, ауырсаң бала болса да, ол боксқа және спортқа жақын болды. Және өскенде Николай Трофимовичқа жақсы келді. Николай Трофимович Мұрат өскен соң оны боксқа дайындады. Оны бірнеше жарыстарға барып, оның бағын сынады. Мұрат барлығында жеңіп, басқа қалаларда болатын жарыстарға қатысты. Ол жерлерде де жеңімпаз атанды. Және де шешуші болатын, Францияда болатын бір жарысқа қатыспақшы болды. Онда жеңу әрине қиын болса да, ол тырысып, талпынып, онда да жеңіп шықты. Осылайша қазақтың танымал боксшысы атанды. Және де ол кішкентай кезінде оған ешкім сенбейтін, бұндай боксшы болады деп. Бірақ ол оларға қарамастан талпынып, өзінің алдына мақсат қойып, соған жетуге тырысты. Және де осындай жетістіктерге жетті. Әрине, бұндай жетістіктерге жеткеніне Николай Трофимовичтің де үлкен үлесі бар. Осы әңгімеде маған ұнағаны Мұраттың өжеттілігі мен осындай мойымайтын қайсарлығы бар. Онсыз Мұрат бұндай жетістіктерге және де жете алмаушы еді. Мен осындай кітаптарды сіздерге де оқуға ұсынамын.